Сәлем. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз күрделі етістіктер. Күрделі етістіктер екі я одан да көп сөзден тұрады. Бір ғана мағынаны білдіреді. Бір сұраққа жауап береді. Мысалы, Асқар жұмысқа бара жатыр. Бұл сөйлемдегі күрделі етістік бара жатыр. Бұл күрделі етістік болып есептелінеді, себебі ол екі сөзден тұрады. Келесі мысал. Көркем ноутбук сатып алды. Бұл сөйлемдегі күрделі етістік сатып алды. Көркем не істеді? Көркем ноутбук сатып алды. Сатып алды күрделі етістік болып есептелінеді, себебі бір сұраққа жауап береді. Келесі мысал. Мұғалім тарихты айтып берді. Бұл сөйлемдегі күрделі етістік айтып берді. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол!